ойланамын, еріксіз қаламымды қолға аламын, жүрегімнің архивін ашар болсам, анасындай болыппын көп баланың. Қазір мен ұстаздық қызмет етіп жүрген мектебім менің жүрегімнен ойып тұрып орын алды. Өйткені мен бұл мектепте үздіксіз 30 жыл оқушыларды білім нәрімен сусындатып келемін. Небір қиналған шақтарда, тоқырау кезеңдерінде ойымның сан жаққа кеткені де рас. Бірақ балаға деген ұстаздық махаббат, ертеңгі жарқын болашаққа деген сенімім, оқушыларымның маған деген сенімі мені ешқайда жібермеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп ұлы Абай атамыз айтқандай, 30 жылдық ұстаздық еңбегім далаға кетпеді. Себебі шәкірттерім жан-жақты білімді игерген, бәсекеге қарсы тұра алатын, заман талабына сай, сауатты, саналы ұрпақ болып қалыптасты.